Айналаңдағылар сырт келбетін сәндеп жатқан кезде, сен ішіңді көркемде. Өзгелер біреудің қателігін іздеп жатқан кезде, сен өз кемшілігіңді түзетуді ойла. Мәлім ғой, өмір жолы ақ пен қара, қашанда қатары жүрер бақ пен нала. Сонда да уайымдама, көтер басты, сынаған бұл өтпелі сәттер ғана. Сен сабыр еткен сайын Алла сені жақсы көреді. Әр атқан таңым үшін, қолдағы барым үшін Аллаға шүкір. Кімде-кім жақсылық жасаса өз пайдасына, сондай-ақ кімде-кім жамандық жасаса өз зиянына. Раббың құлдарына әсте зұлымдық жасамайды. Адамдармен қарым-қатынас жасағаныңда көркем мінезді бол. Алланың өзі сақтамаса, біз аяп тұрған адамдардың орнында өзіміздің де болуымыз әбден мүмкін еді. Расында мүміндер бір-біріне шынайы бауыр. Олай болса, 100 шайысып, ат құйрығын кесіскен бауырларының арасын жарастырыңдар. Сондай-ақ бауыр ақысына келгенде Алладан қорқыңдар, һәм үкіміне қарсы келуден сақтаныңдар. Міне сонда оның рақымына бөленесіңдер. Айтысқан ауыл болмас, болыспаған бауыр болмас. Бірі екіншісіндей дәрежеде бай болған кезде бауырлар бір-бірін жақсы көреді. Бауырдың болмауы жаман, бірақ достардың болмауы одан да жаман. Жақындарың барында жабырқамас жаныңда. Мен әлсіз емеспін, алайда қарсыласым мен үшін қымбат адам еді. Кейбіреулер сені жаман болғандығыңнан ғана жек көрмейді. Өйткені сен келетін болсаң, олар көрінбей қалады. Кейде біз қарсыласудан қорыққандықтан емес, ойымыздағы қалған соңғы жақсы қасиеттен айырылып қалудан қорқатындықтан ғана қашамыз. Адамның бүкіл өмірі өзін-өзі жұбату, өзін-өзі алдау. Талас-тартыс жоқ болса, өмір абақтыға айналар еді. Түтіп жеп, тұс-тұсыңнан талауға зір, арамда, алаяқта араңда жүр. Алланың өзі қорғап қолдамаса, адамды аямайды адам қазір. Өкінбе, жалғыз жүрмін деп, несіне өмір сүрдім деп, бәрінің де аты жалғыздық, келеді бәрі бір-бірлеп, кетеді бәрі бір-бірлеп. Адамға мүмкіндік бір-ақ рет берілмейді, бір-ақ рет берілетін бұл өмір. Дүние мен ақырет батыс пен шығыс сияқты, біріне жақындассаң, екіншісінен ұзайсың. Өмірімде қанша қиындық көрсем де, жүрегім әлі де ғажайыпқа сенеді. Сіздер де сеніңіздер. Барлығы сіз ойлағандай болады. Тек сабырмен күте біліңіз. Басқалар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұруы тиіс. Негізінде басқаларға бәрібір. Өмір сенікі. Ештеңе мәңгілік емес. Кез келген уақытта бәрі өзгеруі мүмкін. Адамның көңіліне қарап сөйлеу үлкен имандылықтың белгісі. Көтеріп тұрып, құлатады өмір. Күлдіріп тұрып, жылатады өмір. Етегің толып, еңіреген кезде қайтадан өзі жұбатады өмір. Үмітіңді үзіп, түңіле көрме, құлап барып та гүл атады өмір. Өп еткен желге дірілдей берме, шыдамдылықты ұнатады өмір. Жабырқаған сәттерде мұңайма сен, өмір әлі болып кетер шырайла сен. Бәрі жақсы болады, ең бастысы
жаратушы тәңірің Құдайға сен. Қайғы келсе жасыма, байып кетсең тасыма, не келіп не кетпейді адамзаттың басына. Құрметті көрермен, арнаны қолдап, лайк басып, коммент қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет.